Сәлем достар, Асел Стайл Breakfast каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға ешқандай қамырды жаюды қажет етпейтін, ешқандай құрал жабдықты қажет етпейтін, сіз жақтан ешқандай дайындықты қажет етпейтін ерекше оңай, яғни керемет дегенде оңай, бірақ сонымен қатар алмасына толы, және де бисквиті ешқандай бисквитке ұқсамайтын кекс пен печеньенің екеуінің қосындысындағыдай ерекше бір ешқай жерде кездеспейтін сондай бір бай дәмге ие алма бәлішінің рецептін назарларыңызға ұсынбақпын. Ең алғашқы қадамда алманы тазарту, мен оны тураудан бастаймыз. Менің тұрақты оқырмандарым тағамдарды, десерттерді порциондық түрде ұсынғанды жақсы көретінін біледі. Сол себептен бүгін бәліштерді де порциондық формада дайындайтын боламын. Сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша форманы таңдасаңыз болады. Яғни үлкенірек, диаметр үлкен болуы мүмкін, тереңірек болуы мүмкін, өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Ең бастысы таңдаған формаңызға қарай алмаларды турайсыз. Менің формаларым кішігірім болғандықтан алмаларды кішігірім квадратпен турадым. Егер де сіз үлкенірек форма қолданатын болсаңыз, әрине алмаларды сопақшалау, үлкенірек қылып турайтын боласыз. Сонымен қатар таңдаған формаңызға байланысты алманың саны да өзгеріп тұрады. Неғұрлым үлкенірек форма қолдансаңыз, соғұрлым көбірек алма қолданатын боласыз. Табиғи дәмдеткіш ретінде мен лимон цедрасын қолдандым. Бұл қалауыңыз бойынша, бірақ қолданатын болсаңыз, ең бастысы үккіштен өткізген кезде цедраны ақ бөлігіне өткізбеңіз, себебі ақ бөлігі қышқылдық, ащы бір дәм береді. Бұл жерде арнайы үккіш қолдансаңыз, процесс жеңілірек болады. Лимонның шырынын міндетті түрде қолданамыз. Қамырды дайындап жатқан кезде алдын ала туралған алмалар қарайып кетпеу үшін лимонның шырыны міндетті түрде қажет. Сол себептен бұл қадамды өткізіп алмаңыз. Салмамызды дайындаудағы соңғы қадам шекер. Шекерге егерді ұнататын болсаңыз, даршын, яғни корица қоссаңыз болады. Шекерді қосқаннан кейін жақсылап алмаларымызды араластырамыз. Рецептегі әрбір қадамға тоқталып түсіндіріп жатқандықтан процесс кішкене уақыт алып жатыр. Негізі сіздер бұл бәлішті өздеріңіз дайындаған кезде дайындалу барысына 3-4 минут кетеді. Сол себептен бәлішті дайындаймын деген ниет пайда болған кезде сол кезде барып пешіңізді қосып, 180 дәрежеге қосып, қыздырып қойыңыз. Себебі бәліш болсын, басқа да десерттер болсын, жақсы көтеріліп пісу үшін міндетті түрде қызып тұрған пешке салу қажет. Алдын ала ертіп дайындап қойған маймен өзіңіздің қолданатын формаңызды жақсылап майлап шығыңыз. Кезек қамырда. Алдын ала ертілген сары майға шекерді қосып, үккіштің көмегімен шекер ергенге шейін ұрып алыңыз. Ұру барысында шекер ергеннен кейін жұмыртқаны салып, ұрғышпен ұруды жалғастырыңыз. Ең соңында құрғақ ингредиенттерді қосып, құрғақ пен сұйық ингредиенттер бір-біріне араласқанға дейін ұрғышпен ұруды жалғастырыңыз. Бар болғаны осы. Қамырдың консистенциясы видеодағыдай болу керек. Алманың салмасын формаларға бірдей қылып орналастырамыз. Қандай форма таңдасаңыз да, ең бастысы алмаларды орналастырған кезде, яғни төбесіне шейін толтырмаңыздар, себебі пісу барысында қамырымыз бар әлі де, салманың ішіндегі шекері бар, қамырдағы ингредиенттер бар, бәрі бір-бірімен қарым-қатынасты болған кезде салманың суы шығады, қамыр көтеріледі деген сияқты формадан біздің бәлішіміз ағып кетпеу үшін, төбесіне шейін көтеріп кетпеу үшін, түбіне шейін, яғни бетіне шейін толтырмаңыз, қамырды да тек алмаларды жабатындай қылып орналастырыңыз. Қамырды салманың бетіне орналастырған кезде бетінің тегіс болуына назар аударыңыздар. Менің формам кішкентай болғандықтан үстелдің үстіне ұрып алдым. Сіздер формаңызға байланысты қасық немесе спатула қолданыңыздар. Алдын ала 180 дәрежеге дейін қыздырылған пеште беті қызарғанға дейін орталама 30-40 минут пісіріңіз. Та-дам! Видеоның өзінен де көрініп тұр. Сондай дәмді бәліштер, аппетитный деп айтамыз, аппетитный бәліштер дайын. Иісі бүкіл үйді жаулап алды, енді керемет айтып жеткізу мүмкін емес. Америкада негізі өте жеңіл рецепттерге full proof деген таңба қояды, яғни ондай рецепттер әркімнің қолынан келеді деген мағынаға келеді. Яғни бүгінгі сіздердің назарларыңызға ұсынып тұрған алма бәліші тура сол рецепттердің бірі. Яғни десерт жасау қолымнан келмейді, мен дайындай алмаймын, ешқашан шықпайды, уақытым жоқ деген адамдардың да қолынан келетін, және де балалардың дайындауға келетін рецепттердің бірі. Яғни балаңыз егерде пышақпен қолданылатын болса,
болса, ұрғыш пен қамыр араластыратын жаста болса, міндетті түрде бұл рецептті ұсынсаңыз болады, бірге дайындасаңыздар да болады. Бәліштерді жақындарыңызға болсын, қонақтарыңызға болсын, міндетті түрде балмұздақпен ұсынуыңызға кеңес беремін. Бәлішке жағымды дәм қосумен қатар, бұндай подача деп айтамыз ғой, бір керемет ресторанда отырғандай атмосфера сыйлайды. Яғни осындай кішігірім қадаммен сіз жақындарыңызға бір мейрам сыйлай аласыз. Міндетті түрде осы ұсынысымды қолданып көріңіз. Сіздерге консистенциясын көрсету үшін жақынырақ алдым, қараңыздар. Өздеріңіз видеода байқап тұрғандай, астына қарасаңыз, салмасы өте көп, жұмсақ екені көрініп тұр. Ал қамыры болса, басында айтып кеткендей, бисквит та емес, піспинам да емес, бірақ екеуінің жақсы қасиеттерін қосып алған, яғни жұмсақтық та бар, қытырлық та бар, және де алдында айтып өткендей міндетті түрде бәлішті балмұздақпен бірге араластырып жегенде салқын мен ыстықтың кездескен кезде бір ерекше жақсы бір әсерде боласыз. Сол себептен бірге қолданып көріңіздер, және де міндетті түрде комментарийда маған қалай дайындағандарыңызды, яғни қалай ұсынғандарыңызды, балмұздақ қолдандыңыз ба, қолданбадыңыз ба, міндетті түрде жазып айтып кетіңіздер. Қазір де видеоны тамашалап болғаннан кейін де дайындасаңыздар болады. Ингредиенттер қолжетімді, қиын емес, және уақытыңыз да көп алмайды. Міндетті түрде маған комментарийда өздеріңіздің дайындамағандарыңыз туралы, қашан пландап жатқандарыңыз туралы айта кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Кездескенше күн жақсы болғай.